Баршаңызға қайырлы күн. Біздер бүгін табада пісірілетін хачапури дайындайтын боламыз. Таңғы асқа дайындап ішсеңіздер, күні бойы тоқ жүресіздер. Дәмі өте керемет. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны жарып саламыз. Одан соң дәміне қарай тұз себеміз, яғни өз қалауларыңыз бойынша. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң бір стакан сүт құямыз. Тағы да жарты стакан құямын. Яғни мөлшері описанияда көрсетулі, қарауларыңызға болады. Жақсылап тағы да барлығын араластырып аламыз. Енді ыдысымызды бір шетіне қоя тұрып, бөлек ыдыста ірімшігімізді төркіден жақсылап өткізіп аламыз. Міне біздің ірімшігіміз дайын. Енді осы ыдыстағы ірімшікті ыдысқа салып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырып алдық. Міне бізде осындай қоймалжың болу керек. Енді қызып тұрған табаны кішкентай ғана сары майдың бөлігімен осылай ерітіп майлап шығамыз. Сосын дайын қоспамызды құямыз. 1-2 минуттай бір жақ бетін пісіріп аламыз. Одан соң келесі бетіне алмастырамыз. Екінші бетіне алмастырдым. Яғни менің табам кішкене кішілеу болып қалды. Үлкендеу табаларыңыз болған жақсы. Үлкендеу табаға салсаңыз, бұдан да керемет болып піседі. Міне екінші жағын пісіріп жатырмын. Почти дайын. Міне біздің хачапурийіміз дайын болды. Қараңыздар, иісі де, түрі де өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.